Мен Жайдынды 14 жасымнан білем. Біраз жылдар бойы бірге ойнағанбыз. Алғашынан бастап екеуміз өте жақын болдық. Алаңның ішінде де сыртында да, футболдың сыртында екеуміз жақсы дос болсақ та, жаттығуда бәсекелестігіміз қосылатын. Мен ойымша, футболдың сыртында да дос болған өте маңызды. Екеуміз бірге ойнадық, және сол достығымызды тұрғылықты өмірде де әлі де сақтап қалудамыз. Фил өте жас жігіт, кір сабындай, простой бала. Қазір ойыны жүріп жатқанына өте қуаныштымын. Ойындарын көргенде мәз болып тұрамын. Білесіз бе, дерби күндері алаңда сөзсіз дос бола алмаймыз. Дегенмен матч біткен соң достығымыз әрі қарай жалғасын табуда. Есейгеннен кейін әлемдік деңгейде ойнап жүргенде бала кезгі достарым болғаны өте маңызды. Әсіресе екеуінде сол деңгейде ойнасаңдар. Өйткені бір-бірімізге ақыл кеңес айта аламыз, түсіністік танытамыз, әсіресе қиын кездерде. Өйткені футболшыны тек футболшы түсінеді деп есептеймін. Мысалы келтірейін. Ұтылған күндері досына қоңырау шалып, бірге талқыласаңдар болады. Футболдық мәселелерді басқаларына айтсам да, осыны көріп біліп жүрген адам секілді түсінбейді.